up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where. Бәріне сәлем, сендермен бірлен. Тура осылай таңғы сағат 6-да влог бастап жатқан жайым бар енді. Көптен бері влог салмай кеттім. Бүгін қыркүйек айының 9-ы. Мені влог түсіруге мотивировать еткен нәрсе, ол мен ютубтағы бір влогым 1000 просмотр жинағаны. Соның арқасында бүгін мен влог түсірем деп шештім. Осындай күшті атмосферада, табиғатта, паркте өзімнің ойларымды айтқым келіп тұр. Бетім ісіп тұр, себебі мен бүгін ұйықтаған жоқпын. Шынымды айтайын, мен режимді прям күшті қылып түзеп алғам. Түнгі сағат 10:30-11-ге ұйықтап, таңертең 6:30-7-лерде тұратын. Бірақ осы 2-3 күн өзімді бір адаптация болып жатты да, мен де қайтадан общагаға, универге оралған кезде. Сондықтан өзім нашар сезіндім да, түнгі сағат 2-лерде жататын болдым. Ал бүгін әше ұйықтаған жоқпын, потому что мен энергетик ішіп алған болатын ұйықтар алдында. Сол энергетиктің кесірінен ұйықтай алған жоқпын. Жалпы не үшін таңертең ерте тұрдым? Вообще, не үшін ұйықтамадым, ерте тұрдым дегенде. Мен өзімнің бүгін неге ұйықтамағанымды және таңғы сағат 6-да мына паркте не істеп жүргенімді білмеймін. Просто маған андай душевный покой керек болды да. Ал общагадағы тар бөлмеде өзімді ұстап отырғым келмеді. Сол үшін блокнотымды, қаламсабымды алдым да паркке шығып кеттім. Таза ауа, вообще кайф. Кеше жаңбыр жауыпты. Дала ылғалды, салқын, керемет болып тұр. Осындай атмосферада отырып, маған ютубқа келетін, қойылатын топ 3 сұраққа жауап бергім келіп тұр. Бірінші сұрақ: сен Казнуда қандай мамандықта оқисың? Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар және дипломатия мамандығының 2-ші курс студентімін. Қазіргі таңда болашақта дипломат болғым келеді. Сол үшін осы Казгуге түскен болатын. Вот, қазір уже 2-ші курсқа көшіп қойдым. Бүгін 2-ші курс студентінің Бүгін 2-ші курс студентінің бір күні қалай өтетінін жайлы түсіргім келіп тұр. Екінші сұрақ: сен неге YouTube канал ашамын деп шештің? Сенде не популярность жоқ, не инстаграмың жоқ, не тиктогың жоқ, нафига саған YouTube деп біреу сұрақ қойыпты. Көгершінді атсарым екен. Маған YouTube бала кезімнен қызық болатын. Менің кішкентай кезімде түсірген видеоларым әлі тұр. Әрине мен архивімда. Кейін мен популярити болып кетсем кәдімгідей, сол кезде өзімнің бұрынғы видеоларыма реакция түсіретін боламын. Уже көрдіңдер ма, мен бұрыннан бері сенгенмін ғой, то что мен осындай нәрсеге жаралғанмын, мен творческий адаммын. Мен бүгін болмаса ертең танымал адам болатынымды әлі күнге дейін сеземін. Сондықтан мен өмірімдегі әрбір сәтті бейнетаспаға сақтап алып, яғни ютубқа салғым келеді. Маған видео түсірген ұнайды, маған ойымды ашық жеткізген ұнайды, камераға сөйлеген ұнайды. Дипломатия мен влог жүргізу, ютуб екеуі антоним нәрселер бір-біріне. Бірақ енді қайтем, бұл мен ғой. Өзіңді өзгерте алмайсың. Үшінші сұрақ: ол өзің жайлы информация берші дейді. Менің есімім Бүрлен, жасым 18-де, 2006 жылғымын. Алматы қаласының тумасымын. Алматы облысында тұрамын. Қазір енді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқимын, 2-ші курс студентімін. Және де осы Казнудағы Сенат организациясының халықаралық қатынастар факультеті маслихатының төрағасымын.
сонымен қоса активистикамен айналысамын, және де менің влогтарымды менің факультетімнің ютубынан да көрген боларсыңдар. IRF News білмесеңдер кіріп көрсеңдер болады. Студенттік влог деген 2 часть тұр, және де оны түсіру менің идеям болған. Оны ары қарай дамытқым келеді әрине, бірақ әзірге өзімнің каналыма уақыт жоқ даже. Солай. Ғашығым бегама, асылым менің аймалың болайын сенің бегама қарақат көздеріңмен жүректі жараладың, келеттің қайтайын көк көректі естіме. Қазір сабаққа кешігіп шығып бара жатырмын. Достар, біз факультетке келдік. Тым әдем болып тұрмын бүгін. Держи крепко, не отпуская, ведь ты моя. Держи крепко, не отпуская, ведь ты моя. Тебе не нужно со мной быть гламурной, ты моя солнце, я берег лазурный. Настолько стала родной, детка, где мой покой? Нельзя быть. Қазір бізде этикет сабағы болып жатыр. Влогқа. Расыл дос шашымен естеріңе сақтап қалдыңдар. Бұл бірден красавица наша. Мақтай түсіңдер десіңді. Кстати, білеместің бәсен, мынау Идан Мерекева первоштардан сенатты жамандапты. Бізде бүгін негізі 5 пара болу керек болған. Мен физраға бармай қалдым. Но артынан потом сабаққа бардым. Қазір қайта универге баратырмын. Бір шаруаларыммен негізі общаға кетіп баратқам. Дипломатиялық этикет сабағы болды. Семинары. Сөйтіп философияның лекциясы болды. Сосын расписанияларды реттедім. Енді қазір жаңбыр жауып отыр далада. Біз Гаухар екеуміз жаңбырлатып Додо пицца алып жатырмыз. Сабақтан шықтық. Қанша болды сағат? Сағат 6-дан өтті. 11 кетті. Дегірменен ауысып кеттік Додо пиццаға. Дала деген жаңбыр құйып тұр. Жарайды құйып тұрған жоқ, жаңбыр болып тұр. Можно? Әлі жаңбырлатып жүрмін далада. Общаға қайтып баратырмын. Алматының погодасы осындай белгісіз ғой. Тұрып жаңбыр жауса, тұрып қойса. Қазір енді общаға баратырмын. Әйтеуір жаңбырлатып жүріп бөлмеме келдім. Енді қазір ПДД тест орындайтын боламын. Сосын бүкіл жазу керек лекцияларын, семинарларын бәрін жазып, сосын ертерек ұйықтау керек. Себебі мен бүгін ұйықтаған жоқпын.